Таразда Қазақстанның үздік тауары 2026 өңірлік көрме байқауы өтті. Оған Қордай кәсіпкерлері де қатысып, өз өнімдерін көпшілікке ұсынды. 80-ге жуық кәсіп иесі қатысқан көрмеде азық-түлік тауарларынан бастап тұрмыстық және технологиялық өнімдерге дейін таныстырылды. Қазақстанның үздік тауары 2026 өңірлік көрме байқауы аясында бір ауыл бір өнім жобасы өз жұмысын бастады. Облыс басшысы алдымен сапалы өнім шығарып, халықтың сеніміне ие болып жүрген кәсіпкерлерге сәттілік тілеп, көрме павильондарын аралап шықты. Қазақстанның үздік тауары байқауы сапаны басты орынға қойған кәсіпкерлерді қолдайтын маңызды алаң. Аталған байқау отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырып қана қоймай, кәсіпкерлердің жаңа нарықтарға шығуына мүмкін береді. Ал бір ауыл бір өнім жобасы ауыл кәсіпкерлігін дамытуға бағытталған тиімді бастамалардың бірі болды. Жоба аясында жергілікті шикізатты тиімді пайдалану, ұлттық өнімдерді жаңғырту және ауылдағы шағын өндірістерді дамыту жұмыстары қарқын алды. Соңғы жылдары кәсіпкерлік саласы облыс экономикасының негізгі қозғаушы күштерінің біріне айналып келеді. Бүгінде өңірде 101 мыңнан астам шағын орта бизнес субъектісі бар. Өткен жылдың қорытындысымен кәсіпкерлер 3,1 триллион теңгенің өнімін өндірді. Осылайша облыстың жалпы өңірлік өнімнің 1/3 осы саланың үлесінде. Бүгінде салада 169 мыңнан астам адам еңбек етуде. Мұндай көрсеткіштер Қордай ауданындағы кәсіпкерлердің де белсенділігін арттырып отыр. Олар жергілікті өнімді кеңінен таныстыруға және нарық аясын кеңейтуге мүмкіндік беретін көрмелердің маңызын атап өтті. Я думаю, что Бүгінгі көрмеде облыс әкімі маған бір сұрақ қойды. Осы өнімдеріміз Тараз қаласында бар ма деді. Мен жоқ деп жауап бердім. Ол кеңейтіңіз, өнімдеріңіз қалада да болсын деді. Оған көп рахмет айтамын. Бұл көрме үшін де алғыс білдіремін. Атмосфера өте керемет. Қорытындысында өндірістік бағыттағы үздік тауарлар номинациясы бойынша 3 кәсіпорын жеңімпаз атанды. Ал халық тұтынатын үздік тауарлар номинациясында Рано Комфорт Сервис, Мостау жеке кәсіпкерлігі және Отыр Биофарм серіктестігі жоғары бағаланып, дипломдармен марапатталды. Ал үздік азық-түлік тауарлары номинациясын Әулие-Ата Феникс, Тамақ серіктестігі және Ашжан KZ компаниясы жеңіп алды. Бекзат Әшірбай, Махаббат Құсайын, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.